Кайсыздар, кайырлы күн. Бүгін магазиндерге келдік. Сенбі күндеріңізге сәттілік. Енді уже ертең шығып кетеміз бұйырса жолға. Керек заттарды алайын деп. Если прям қызық нәрселер болып жатса, қазір бөлісіп отырам. Сізге де сәттілік. Қазір енді аккаунт закрыты болып тұр ғой. Өзіміз қалып, тек жақындар ғана сөйлесеміз. Кеше, кстати, сау болыңыз деп айтқанға неге жауап бермедіңіз деп жатыр да. Мен естімей қалдым, кажется, өйткені бізде музыка болып тұрады ол жерде ше. Ал сіздерге оның жаңа микрофоны бар ғой, содан қаттырақ естілген шығар. Мен естімей қалдым. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? 3-4 күн ауырып, мазам болмай, енді өз-өзіме келдім. Әлі де грипптің несі шығып тұрған шығар, сезіп тұрған шығар. Сәл нормально болып қалдым, Аллаға шүкір. Тойдың мәселесі бар, той келе жатыр дегендей ауруға болмайды, жатуға болмайды. Естеріңізге сала кетейін, 12-ші ақпан эфирда Қосылай жобасында біздің тойымыз болады. Сізға қайырлы күн. Бүгін алыс жолға шығып бара жатырмын. Жалғыз өзім. Енді үлкен жолға бірінші рет шығып жатырмын енді. Қасыма серік іздеуге уақыт жоқ, аяқ асты кетіп бара жатырмын Шымкент қаласына. Маған ақ жол тілеп қойыңыздар. Менің үлкен жолдағы алғашқы сапарым болып тұр енді. Қаланың ішінде жүре береміз, үлкен жол қалай болады екен. Кішкене енді уайымдап тұрмын енді бір жағынан, өзім жалғыз болғаннан кейін. Қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Ремонт деп сіздерге былай сторисқа шықпағалы көп болып кетті ғой. Негізі ремонттың кезінде неше түрлі қызықтар болады екен, неше түрлі адамды көреді екенсіз, неше түрлі жағдайды болады екен, неше түрлі нәрселер болады екен. Мен өзім нетіп жатырмын, таңғалып жатырмын. И еще ақшаның барлығы ремонтта екен ғой деймін. Шын айтамын. Ремонтқа қосымшама ақша кетеді деп ойламаппын мен. Енді нерв боласың кейде, мен андаймын ше, бір нәрсені айтам ба, соны уақытысында жасалмаса, уже мен нерв болам, потому что менің каждый күнім есептеулі да, себебі мен мына жақтан көшуім керек, уже осы айдың аяғында 20-сы күні, мен 20-сы күнге дейін уже ана үйді бітіруім керек. Получается, менің 1-2 шаруам үшін тағы кейінге қалып тұр, не істеймін мен енді. Солай 20-сы күні мына үйді босатуым керек. Оған дейін мен уже заттарымды апарып сол жаққа көшіруім керек. Ол жақ... Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Қайырлы таң, қалайсыздар? Лексус алдым, қалай? У кого-то суббота, ал бізде мыналарды сою керек. Үшеуін. Бүгінгі заказ үшеуін.